Құрметті телекөрермен, бүгінгі хабарымызды студиямызға келген мейманымызбен жалғастыратын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы өрт сөндіру құтқару спортшысы Сейітқали Нұржан Асылбекұлы. Студиямызға қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, қош көрдік. Көңіл күй өте тамаша. Өзіңіз туралы бірінші ақпарат беріп өтсеңіз, осы құтқарушы спортшы саласында қанша жылдан бері қызмет атқарып келесіз? Енді бұл салаға келуіме осы таңда 4 жылдан асты. Енді бұл салаға келуімнің себебі ең бірінші мен бала кезден арманым болған. Мен әскери киімді кию, адал қызмет ету. Сондықтан осы әскери саладағы өрт сөндіру саласын мен өзім таңдадым. Жалпы өрт сөндіру бөлімінде де құтқарушылар, спортшылар болып бөлінеді, е? Сол туралы бір толығырақ ақпарат беріп өтіңізші. Енді өрт сөндіру құтқару спорты дегеніміз әрбір өртте, апаттарда көп орын алатын спорт, маңызды өте рөлі. Сондықтан осы әрбір өрт сөндіру бөлімдерінен іріктеліп, яғни мықты спортсмендерді, спортшыларды дайындайды. Сол себепті өрт құтқару спорты сол себепті құралған. Енді осы салада қандай жетістіктерге жеттіңіз, қандай жарыстарда өзіңіз бой көрсетіп жүрсіз? Ең бастапқыда осы спортқа келгенде, осы облыстық деңгейде өрт сөндіру бөлімдерінің арасында өрт құтқару спортынан осы жарыс өткізілген болатын. Сол кезде мен 100 метрлік кедергілерден өту барысында 3-ші орын алып, сол кезден бастап жетістіктерге жете бастадым. Одан келе осы алдыңғы жылы Сыр өңірінде өткен Қазақстан Республикасының жазғы чемпионатында мен өзімнің спорт шеберлігіне үміткер екенін дәлелдеп, сол спорт шеберлік үміткерлік атағын иелендім. Негізі бұл спортта бізде көбіне командамен бірге жұмыс жасайтын спорт болғандықтан біз командамен көп орындар алдық. Осыдан 2021 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай министрлігінің кубогы болды Қостанай облысында. Сол кезде жауынгерлік қанат жаюдан біз 3-ші орынды иеленгенбіз. Одан кейін 2022 жылы Ақтау қаласында дәл осындай кубок өтті. Сол кезде біз жауынгерлік қанат жаюдан командамен 1-ші орынды алып, рекордтық көрсеткіш көрсеткен болатынбыз. Көптеген жарыстар болды. Атырау облысында шабуыл сатысымен оқу мұнарасының 4-ші этажына қабатына көтерілуден біз 3-ші орын иеленіп қайттық. Тағы да басқа көптеген орындар иелендік. Алда әлде алар белестеріміз көп, жетістіктеріміз бар алда. Осындай сайыстар жаңа айтып өттіңіз ғой, өзіңіз командалық есепте жүргізіледі деп. Жүгіруден болады, сосын жаңағы 4-ші этажға. Оқу мұнарасының 4-ші этажына. Сол түрлерін айтып өтіңізші бізге. Бұл спортта 4 түрінен болады. Яғни бірінші шабуыл сатысымен оқу мұнарасының 4-ші қабатына көтерілу. Ол 30 метрден, яғни 4-ші этажға дейін шабуыл сатысымен жету мақсат. Одан кейін 100 метрлік кедергілерден өту болады. Онда 100 метрде кедергілер болады, яғни сосын жең құбырлар болады жалғанатын. 3 тармақ, соның барлығын жалғап өту 100 метр кедергілерден. Одан кейінгі эстафета болады. Онда 4 қатысушы болады. Әр қайсысы өзінің бекітілген межесінен өтуге қажет. Одан кейін 5-ші жауынгерлік қанат жаю дейді. Ол өртке нағыз керек спорт, яғни жауынгерлік жең құбырлар болады. Сонымен 1 тонналық су қоймасынан межеге суды толтыру қажет. Сол кезде ол орындалады толық. Жалпы енді өрт сөндіру кезінде спортпен шұғылданған шымыр адамдар ғана негізі көбінесе көмекке бірінші жетеді ғой. Өрт сөндірушілердің қазіргі таңда спорттық деңгейін айтып өтесіз бе? Олар күнделікті дене жаттығуларын жасай ма, немесе басқа да жаттығулар жасай ма деген сынды? Әрине күнделікті жаттығу жасалады. Әрбір кезекшілікке түскен кезде өрт сөндірушілер міндетті түрде кесте бойынша азанда оқу, сабақ жүргізіледі. Түстен кейін сол теориялық түрде жүргізіледі. Күнделікті өздерінің бекітілген жарғылар бар, сол бойынша жүргізіледі. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, кішкентай кезінде форма киюді армандадым деп. Негізі полиция департаментінде де форма киетін, денсаулық саласының да өзінің формасы бар деген сияқты. Неге осы өрт сөндіру төтенше жағдайды таңдадыңыз?
Енді маған осы адамдарды құтқару, сол кісілердің батасын алу, разылығын алу, ол мен үшін қымбат болды. Сондықтан мен осы жол таңдадым. Осы қиыншылығы мен қызықшылығы қатар жүретін жұмыс қой. Осы салада жұмыс істеп келе жатқаннан бері бір есіңізде қалған өрт оқиғасы немесе төтенше жағдайлар, бір есіңізде ерекше сақталып қалған оқиғаны айтып өтсеңіз. Өрт оқиғасында да болды. Мен осыдан карантин кезінде, елімізде қиын жағдай болып жатқан кезде, Жаңақорған ауданында өрт сөндіру бөлімінде жүрдім. Сол кезде бізге Төменарық ауылында өрт сөндіру бөліміне тұрғын үйдің өртеніп жатыр деген хабарлама келіп түсті. Біз сол кезде дереу жеткен болатынбыз. Сол кезде тұрғын үйде барлық үйдің толықтай жанып кетті. Біз бірақ толықтай сөндіріп, адам шығынсыз біз толықтай сөндіріп қайттық. Сол кезде менің көзіме келгені сол отбасылардың бір сағат ішінде далада қалғаны, кешкі уақытта ешқандай баратын жер болмай қалғанын қатты қынжылтты. Содан біз ішке келіп кезекшілік тапсырдық. Содан бір апта өткенде мен естідім. Енді сол отбасыға, сол ауылдың тұрғындары, кішкене ғана ауылдың тұрғындары қор жинап өздері бір сол отбасына бір апта ішінде үй тұрғызып берді. Мен соған қатты таң қалдым, қуандым бір жағынан. Енді біз біріксек алынбайтын қамал жоқ екен, мен сол кезде түсіндім. Сол үшін бірлігіміз мықты болса, барлығына жетеміз деген ойдамын. Енді өрт сөндірген кезде осындай басты нені міндет тұтасыздар? Өрт сөндіру кезінде негізі барлық өрт сөндірушілердің 5 принциппен жұмыс жасайды. 5 принцип міндетті түрде болады. Ең бірінші, соның біріншісі адам өмірін құтқару. Сол біздің басты міндетіміз. Осындай төтенше жағдай болған кезде жаңағы сайысқа қатысқандарыңыз, спортпен шұғылданғандарыңыз өздеріңізге көмектерін тигізіп жатқан кездер көп болатын шығар, иә? Әрине, өртке барған кезде бұл көп көмегін тигізеді. Сондықтан біз бірыңғай дайындықта жүреміз. Енді бір айда шамамен қанша төтенше жағдайларға барасыздар көмек көрсетуге, өрт сөндіруге немесе? Енді әр кезде әр қалай. Жазға уақытта көбірек болады, яғни қысқа уақытта кішкене аздау болады. Бірақ барлық төтенше жағдайдың қиын, ауыр, жеңілі болмайды, барлығы да бірдей болады. Сондықтан төтенше жағдай болмасын деп тілейміз. Енді сіздердің мекемелеріңізде өрт сөндіруші, құтқарушы, спортшы қанша қызметкер бар жалпы? Жалпы қызметкер қазіргі таңда бізде ерлер құрамасы бар, 12 адам. Одан кейін әйелдер құрамасы бар. Олар да оқу мұнарасының бірінші этажына көтеріледі. Олар 10 адам. Одан кейін жасөспірімдер құрамасы бар. Олар да 10-нан көп болады. Негізі нәзік жандылардан бір құтқарушы шығады деген, былай қарасаң сенгісіз ғой, бірақ сол кісілер адам өмірін құтқарып қалып жатқан кездер көп болады ма? Әрине, өртте барлық жағдай болады. Апат кезінде ол кісілер де бізбен бірдей жұмыс жасайды. Сол үшін барлық жағдай мүмкін. Енді өзіңіз секілді жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Өзімнен кейінгі жастарға айтарым, ең басты қызметте адал болыңыздар, жігерлі болыңыздар, спортқа жақын болыңыздар. Ең бастысы шыдамды болыңыздар деген. Нұржан, енді бізге берілген уақыт осымен тәмамдап қалған секілді, бізді көріп отырған көрермендерге өзіңіздің таңғы тілегіңізді, лебізіңізді жолдасаңыз. Барша қазақ елін ораза мерекесімен құттықтаймын. Баршаңызға күндеріңіз шуақты болсын, отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашан көкте көк туымыз желбірей берсін деймін. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өміріңізге, қызметіңізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Сіздерге де тек табыс тілеймін. Рахмет. Ал құрметті көрермен, біз кезекті бейнебаянға береміз, арнадан алыстамаңыздар.